Бұл сабағымыз алғашқы функция және анықталмаған интеграл тақырыбына арналады. Айталық, үлкен f от x функциясынан туындалатын болсақ, бұл кіші f от x функциясына тең болатын болса, онда кіші f от x функциясы үшін үлкен f от x функциясы алғашқы функция болады. Мысал келтірейік, x квадраттан туындалатын болсақ, бұл бізде 2x-ке тең. Сонда біз былай айтамыз, 2x үшін x квадрат алғашқы функция болады. Сол сияқты x квадрат плюс 1-ден туындалатын болсақ, бұл да 2x-ке тең. Тағы да x квадрат қосылған 5 болсын. Бұдан туындалсақ, бұл да 2x-қа тең болады. Тағы сол сияқты байқап отырсақ, санның орнына мысалы біз жалпылама санды с әрпімен белгілейміз. Осыдан туындалатын болсақ, ол да 2x-қа тең. Сонда біз бұл жерден аңғаратынымыз алғашқы функциясы көп мәнді болады функцияның. Сондықтан біз оны жалпылама түрде f от x плюс с деп белгілейміз. Енді осы кіші f от x функциясы үшін үлкен f от x плюс с функциясы функцияның алғашқы интегралы деп аталады, және де ол былай белгіленеді. Тең болады f от x қосылған с. Яғни анықталмаған интегралы осылай белгіленеді. Сонда біз оны былай жазамыз. 2x dx тең болады x квадрат қосылған с деп. Яғни 2x-тің алғашқы функциясы x квадрат қосылған с-ға тең. Енді интегралдау ережелеріне тоқталайық. Негізінен 3 ережесі бар. Бірінші ережесі бойынша интеграл белгісінің ішіндегі функция қандай да бір коэффициентке көбейтіліп тұрса, оны алдына шығарып, одан кейін интегралдауға болады. Бұған мысал келтірейік. Интеграл белгісінің ішінде 2 косинус x болса, онда біз бұны 2 деген коэффициентті алдына шығарып жүрсек болады интегралдың. Бұдан косинус x-тің алғашқы функциясы ол синус x болады. Себебі синус x-тан туындасақ косинус x болады. 2-ні алдына көбейтіп жаза саламыз. Қосылған с дейміз. Интегралдаудың екінші ережесі. Егерде мына интеграл белгісінің ішіндегі өрнек қандай да бір функциялардың қосындысынан немесе азайтындысынан тұратын болса, оларды жеке-жеке интегралдауға болады. Бұған да мысал келтірейік. Айталық, бізге мынандай өрнек берілсе интегралдың ішінде, белгісінің ішінде бірінші 3x квадрат және қосылған синус x. Онда біз бұларды жеке-жеке интеграл белгісінің астына аламыз. Сонда dx қосылған өзгенде сақталады. Синус x dx болады. Мынаның алғашқы функциясы x куб, ал мынаныкі минус косинус x. Және қосылған с деп жазамыз. Енді үшінші ережесі. Яғни интеграл белгісінің ішіндегі функцияның алғашқы функциясы интеграл мынаған тең болатын болса, онда мынадай теңдік орындалады дейді. Бұл да түсінікті болу үшін нақты мысал келтірейік. dx берілсе, онда біз мына қасиетті пайдалана отырып былай жазамыз. Яғни мына жерде 3a-ның орнында тұр. Сондықтан 3-тен 1 деп түсіреміз. 3-тен 1 және де косинус 3x минус 2-нің, яғни косинустың алғашқы функциясын жазамыз, ол синус болады. Синус 3x минус 2 дейміз. Қосылған с болады. Енді негізгі интегралдарды табу формулаларына тоқталатын боламыз. Яғни бірінші формуласы болып табылады. Яғни кез келген санның интегралы
сол санға x'ті көбейтеміз деген сөз. Айталық, интеграл белгісінің ішінде 5 dx болатын болса, бұның интегралы 5x қосылған с болады. Дәл сол сияқты 7 dx болатын болса, онда 7x қосылған с болады. Енді мынау екінші формула, бұл жерде x-ның дәрежесі, яғни қандай да бір x квадрат, x куб деген сияқты. Соның интегралын табу көрсетілген. Интегралын табу формуласы. Айталық, алдымен x квадраттықын тауып көрсетейік мынау формула бойынша. Онда мына жерде бізде n-нің орнында 2 тұр. Сонда біз x квадрат қосылған 1 болады, бөлінген 2 қосылған 1. Яғни x куб бөлінген 3 деген сөз. Және қосылысысы бар. Сол сияқты x-тің 6 дәрежесі dx болса, онда ол x-тің 7 дәрежесі бөлінген 7 қосылған с болады. Енді үшінші формула. Бұл формула бойынша да нақты мысалдарға тоқталайық. Мына жерде өзі x-тің интегралы келтірілген. Біз x-тің орнына 2x минус 3 алайық. X тұр тең. Онда интегралдаудың ережесі бойынша коэффициент алдына шығады. 2-ден 1 болып сөйтеді де ln 2x минус 3 қосылған с болады. Келесі формула, бұған да мысал келтірейік. Енің айталық 5x қосылған 2 дәрежесі болса, енің онда бұл тең болады. 5-тен 1 алдына шығады, 5-тен 1 болып. 1 бөлінген 5. Енің 5x қосылған 2 дәрежесі қосылған с болады. Келесі формулада көрсеткіштік функцияның интегралы. Яғни айталық, біз аның орнына кез келген сан беруге болады. Біз 3-ті беріп көрейік. 3x dx болса, мынау формула бойынша 3x және бөлімінде ln 3 қосылған с болады. Енді бұл формулада синус x-ның интегралы көрсетілген. Оған да мысал келтірсек, синус 4x алайық. Онда мынау формула бойынша алдына минус жазылады. Одан кейін мынау 4 бөліммен жазылады, 4-тен 1 болады. Косинус 4x қосылған с болады. Келесінде косинустың интегралы. Яғни бұған да мысал келтірейік. Бұлай болса, яғни 7-ден 1 болады да синус 7x қосылған с болады. Енді келесі формулаға да мысал келтірейік. Косинус квадрат 2x болса, онда біз тағы да бұл жерде 2-ден 1 тангенс 2x қосылған с болады. Келесі формула, бұған да мысал келтірейік. Мынадай мысал берілсе, онда мына формула бойынша алдына минус қоямыз және 4-тен 1-ді алдына шығарамыз. Сонда сөйтеміз де котангенс 4x қосылған 1 қосылған с болады. Енді келесі формула бойынша мынаның интегралын табайық. Онда біз алдымен бұны бұлай жазып аламыз. Интеграл dx x квадрат 9-ды 3-тің квадрат деп жазып аламыз. Сонда мына түрге келді. Енді тек орындарына қойсақ болғаны. 1 бөлінген 2a дейді. Аның орнында 3 тұр. Сондықтан 6 болады. X минус 3, x плюс 3 болады. Және қосылған с. Енді келесі формула бойынша бұл жерде 1 деп тұр. 1-ді квадрат есе жасақта болады. Себебі 1-дің квадраты 1-ге тең. Сонда уже мына түрге келіп тұр.
адам 1 дейді. Ол бізде 1-ге тең, жазбасақ та болады. Арктангенс және x бөлінген a дейді, яғни 1. Сонда x-тің өзі жазылады. Қосылған с болады. Енді мына формула бойынша мынаның интегралын табатын болсақ, онда біз бұны келтіріп аламыз. 4 дегеніміз 2-ның квадраты минус x квадрат. Енді мына түрге келді. Бұдан кейін орнына қоя саламыз. Арксинус x бөлінген a дейді, яғни x бөлінген 2 деген сөз. Қосылған с.